Номер 6 жалпы білім беру мектебінің педагог-дефектологы Орынбаева Айгүл. Бүгінгі ұсынайын деп отырған идея ерекше білім беру қажет ететін оқушылардың есте сақтау зейінін арттыратын жаттығулар кешені. Зейін дегенім жалпы адамның психикалық әрекетінің белгілі бір нәрсеге бағытталып шоғырлануы, алдымызда отырған шәкірттің тапсырманы тез түсіне қоймауы, тапсырма орындауда көп қателік жасауы осы зейіннің тұрақсыздығынан болып жатады. Есте сақтау дегеніміз жалпы жаңадан түскен ақпаратты жадында енгізу, заттарды салыстыру, мақсаты ойлау, оқушының ойлауын, зейінін және есте сақтау процестерін дамыту. Оқушыларға әртүрлі суреттер беріледі. Осы суреттерге қарап оқушы әр суреттің ұқсастығы мен айырмашылығын айта білуі керек. Мысалы, көбелек пен шыбынның, үй мен қораның, орындық пен столдың, сүт пен судың, кітап пен дәптердің. Көбелек пен шыбынның ұқсастығы екеуі де ұшады, қанаты бар, бірақ айырмашылығы көбелек гүлге қонады, шыбын әртүрлі нәрселерге қонады. Үй мен қораның айырмашылығы екеуі де үйде адамдар тұрса, қорада жан жануарлар тұрады, үй жануарлар тұрады. Бірақ ұқсастығы екеуі де ағаштан жасалынады. Үй тастан, шатыры ағаштан деген сияқты, ал қорада дәл солай тастан, ағаштан өйткені ұқсастығы солай болып тұр. Ал орындық пен столдың ұқсастығы екеуі де ағаштан жасалған, бірақ орындыққа адам отырады, ал столға отырмаймыз. Келесі, кітап пен дәптердің ұқсастығы екеуі де қағаздан жасалған, бірақ айырмашылығы кітапты оқимыз, дәптерге жазамыз. Су мен сүттің ұқсастығы екеуі де сұйықтық, бірақ сүттің түсі ақ, бірақ судың түсі мөлдір түссіз. Келесі, аралас әңгіме, мақсаты қасында адамның айтқанын назар аудартып қойған зейін аудара білуге дағдыландыру. Өткізу әдісі балаларға берілген тақырыпта әңгіме құрастыру тапсырмасы беріледі. Мысалы, оқушыларға сурет беріледі. Бір оқушы сөйлем құрап бастайды, екінші оқушы бірінші оқушының айтқан құраған сөзіне мән бере отырып, сөйлемді жалғастырып кетуі керек. Сол кезде аралас әңгіме шығады. Келесі, атын атауға болмайтын сандар. Мақсаты оқушының зейінінің шоғырлануын, ойлау қабілетін дамыту. Өткізу әдісі балаларға сұрақ қойылады, олар тез жауап беруі керек, бірақ екі шартты ұмытпауы керек. 2 және 4 санын атауға болмайды. Бір рет айтылған санды қайталауға болмайды. Мысалы, бір қолда неше саусақ бар? 5, итте неше аяқ бар? 4 санын атауға болмайды. Мысықта қанша болса, итте де сонша деп жауап беру керек. Одан кейін тауықта неше аяқ бар? Жұп деп жауап беру керек. 2 санын атауға болмайды. 3-ке 2-ні қосқанда қанша болады? Бұл жерде бір қолда неше саусақ бар деген 5 саны айтылды. Бір санды қайталап айтуға болмайды. Келесі, бегемотта неше көз бар? Аюда неше көз болса, бегемотта сонша көз бар деп жауап беру керек. Келесі, болады, болмайды. Мақсаты себеп салдарға байланысты қалыптастыру қабілетін дамыту. Яғни, оқушыларға мен допты лақтыра отырып, өмірлік жағдайларға байланысты әртүрлі жағдайларды, сұрақтарды қоямын. Оқушылар болатын жағдай болса, допты қағып алады, болмайтын жағдай болса, допты ұстамайды. Мысалы, мысық тамақ пісірді, пойыз ауада ұшып жүр, кастрөлде тамақ тұр, түнде күн шығады, тауық жем жеді, қоян мектепке барады, мысық тышқанды қуды, пошташы хат әкелді деген сияқты әртүрлі жағдайларға байланысты сұрақ қоямын. Оқушы сол сұрақты допты дұрыс болатын жағдай болса, допты қағып алу керек, болмайтын болса, допты ұстамайды. Келесі, сөзді аяқтау. Оқушыларға әртүрлі сөздер беріледі, жалғауы жоқ. Сол сөздердің жалғауын тауып айта білуі керек. Сыйлық, халық, аудан, мысық,
айдын, қасық деген сияқты бұл оқушының ойлау жылдамдығы мен зейінін дамытуға арналған. Келесі артық сөзді тап. Бұл жерде оқушының ойлау қабілетін дамыту, заттардың мән-мағынасын түсінуге үйрету. Өткізу әдісі оқушыға 4 сөз беріледі. Сол сөздердің артығын тауып, бірақ неліктен артық екенін оқушы түсіндіре білуі керек. Арман, Айдар, Бақыт, Балдырғанов болса, бұл жерде артық сөз Балдырғанов адамның фамилиясы, ал Арман, Айдар, Бақыт адамның есімі. Артық сөз Балдырғанов болып тұр. Келесі сүт, ірімшік, ет, қаймақ. Бұл жерде артық сөз ет, сүт, ірімшік, қаймақ, сүт өнімі болып табылады. Келесі шаң, қар, аяз, боран. Бұл жерде артық сөз шаң, ал қар, аяз, боран болса, бұл қыс мезгіліне қатысты сөздер болып тұр. Артық сөз шаң. Келесі ата, мұғалім, ана, әке. Бұл жерде артық сөз мұғалім, ал ата, ана, әке туыстық қарым-қатынасты білдіретін сөздер. Келесі мысалы қаламсап, қылқалам, раушан, карандаш болса, бұл жерде артық сөз раушан болып табылады. Қаламсап, қылқалам, карандаш олар мектепте пайдаланатын оқу құралдары болып табылады. Келесі сөйлемді құра, яғни оқушыға бір-біріне байланыс жоқ сөздер беріледі. Сол сөздерді құрастырып, оқушы бір сөйлем құрауы керек. Мысалы, теледидар, кенгуру, орман болса, бұлай құрауға болады. Кенгуру орманда теледидар қарады. Кітап, машина, жаңбыр болса, мысалы, жаңбырлы күні машинада отырып кітап оқыдым. Сол сияқты оқушылар бір-біріне байланыс жоқ сөздерді құрастырып, бір сөйлем құрастыра білуі керек. Менің бүгінгі ұсына берген идеям осы. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.